көк помидорды маринадтаймыз, және оған шала қызарған помидорды да қостым. Осы екі түрлі помидордан маринад жасаймыз. Мінекей бір буын петрушка, құрғақ укроптан азғантай, 2 головка мынау неді, чеснок, мынау жартылай ащы бұрыш, жасыл түрінен жартылай ащы бұрыш, қызыл түрінен, одан кейін 2 бу сельдерей және чили бұрышы. Чили бұрышты әркім өзінің керегінше қосады. Осылардың барлығын қазір мен үлкен ыдысқа саламын да тұздап, маринадтап қоямын. Одан кейін әрі қарай жаңағы құятұғын қосатындарымыз болады. Май қосамыз, уксус қосамыз, қант, тұз қосамыз. Бұл жерде 4 килограмм помидор, 4 килограмм помидор алдым, 4 штук жалпылама мына болгарский красный перістен, 3 жасылдан 3, қызылдан 3-ден алдым, және 2 головка чеснок, 2 бас, сондай петрушкадан 1 буын, мына жерде сельдерейден 2 буын. Ал енді чили бұрышын қанша қосқыңыз келеді, әркім өз-еркі қоса береді. Мен бұл жерде укроптың мына кепкен түрін қоса жаппын. Ішіне бір түйір, 2 түйір жаңағы неде салып жіберемін, лавровый лист. Және 3-4 жаңағы нені черный перістен қосамын, нені домалағын. Мінекей, мынандай мөлшерде қосамыз. Онда бастадық. Мінекей қазір барлығын қосып жатырмыз. 3 ас қасық, 4 ас қасық мен тұз салдым, орташа қасықпенен. Мына укропты, петрушканы бәрін салдым, чеснокты бір қайта араластырып шықтым. Одан кейін енді қазір мен сельдерейді қосамын да толық бір жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін барып, мына май құямын, мен оливковый масло құямын, жарты стакан оливковый масло. Мінекей жақсылап араластырдық. Үлкен ыдысқа салдық.